أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, бүгінгі бесін уағызымызда арнайы бекітілген тақырып бойынша уағызымызды айтып өтетін боламыз. Негізінен бүгінгі бір мәселе жөнінде қозғалады, яғни шариғаттағы қабірді зират етудің үкімі деген тақырыпта болады. Және бұған қатысты қандай біздің ғұламаларымыз, әхлі сүннет уал жамағаттың ғұламалары қандай пікір білдірген, сол жөнінде қысқаша баяндап өтеміз. Жалпы шариғатымызда қабірдің басын зират ету рұқсат амал болып есептеледі. Негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында әуелгі кездерінде басында пайғамбарымыз қабірді зират етуден тыйған екен. Кейін сахабаларына рұқсат берген, содан кейін ары қарай біздерге жалпы мұсылман үмметіне бұл амал рұқсат болып қалады. Бұған қатысты имам Муслимнің сахих хадистер кітабында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мынандай бір хадисі келген екен. Кунту нахайтукум ан зияратил қубури ала фазуруха фа иннаха тузаккирул ахира. Мен сендерді бұдан алдын қабірді зират етуден тыйған едім. Енді бұдан бастап қабірді зират ете беріңдер. Өйткені қабірді зират ету ол ақыретті еске түсіреді деп айтқан екен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның осындай бір хадисі бар. Осы хадистің негізінде біздің ғалымдарымыз өздерінің түсініктемелерін беріп өткен. Солардың ішінде біздің ханафи мазхабының ғалымдары ең әуелі имам Абу Ханифа рахимахулла жалпы қабірді зират етуді сүннет деп көрген. Аталған жоғарыдағы хадистерден дәлел келтіреді. Сол секілді біздің ханафи мазхабының тағы бір ғұлама ғалымы имам Әл-Касани рахимахулла өзінің Бадай ва Сана кітабында былай дейді: "Ва юстахаббу лир-риджали зияратул қубур." Ер адамдарға қабірлерді зират ету мустахаб, яғни құптарлық іс. Өйткені لأنه عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда өзі де қабірді зират ететін еді. وعلم أصحابه زيارة القبور. Және өзінің сахабаларында қабірді зират етуге үйретті дейді. Бұл имам Касани, яғни ханафи мазхабының үлкен ғұлама ғалымының кітабынан алынған сөздері. Дәл сол секілді осы ханафи мазхабының үлкен ғұлама ғалымы имам Тахауида өзінің Шарх Маанил Асар кітабында мынандай сөздерді келтіреді өзінің: "Зияратул қубур суннатун сабитатун бил иджма." Қабірді зират ету иджмақпен бекіген сүннет дейді. Яғни ғалымдардың бір ауыздан келіскен сүннет болып табылады дейді. Дәл сол секілді тағы да ханафи мазхабының үлкен ғұлама ғалымы имам Марғинани Әл-Хидая кітабының авторы, яғни ханафи мазхабында өте үлкен құнды кітаптардың бірі болып саналады. Ол кісі де өзінің кітабында "Вала бa'са би зияратил қубур лир-риджали лид-дуаи лил-маййит вал-и'тибар." Ерлердің қабірді зират етуінде айып жоқ. Мархумға дұға ету әрі ғибрат алу үшін болатын болса дейді. Яғни қабірді зират етудің негізгі мақсатында имам Марғинани ашықтап кетеді. Және соңғы осы ханафи мазхабының соңғы замандағы үлкен ғұламалардың бірі Ибн Абидин өзінің кітабында Раддул Мухтар кітабында "Ва зияратул қубур суннатун лир-риджали бил иджма." Қабірді зират ету ерлер үшін иджмақпен бекіткен сүннет дейді. Міне осы аталған біздің ханафи мазхабының ғалымдарының бірнеше сөзін келтірдік. Бұндағы мақсатымыз, яғни бұл әр кезеңде өмір сүрген ғалымдар. Олардың әр кезеңде өмір сүрсе де барлығы да бір ауыздан осы қабірдің зират етудің мустахаб болғаны, сүннет болғандығы жөнінде, жалпы рұқсат болғандығы жөнінде бір ауыздан келіскендігін көруге болады. Енді соңғы қорытындылайтын болсақ, бұған қосымша біздің басқа да мазхабтардың ғалымдарының сөзінен келтірсек, бір ғалымнан, мысалға Шафиғи мазхабынан имам Науауидің сөзін келтіруге болады. "Ажма'ал улама ала анна зияратал қубур лир-риджали суннатун." Ғалымдар ерлер үшін қабірді зират ету сүннет екеніне бір ауыздан келіскен дейді. Дәл сол секілді Малики мазхабында да имам Қуртуби "Фихи рухсатун ба'дан нахи фи зияратил қубур ва хуа иджма'ун минал улама."
яғни хадисті келтіріп айтады жоғарыдағы, бұл хадис қабірді зиярат етуге тыйымнан кейін рұқсат бергендігін көрсетеді. Ғалымдар ижмақ еткен дейді бұл мәселеде. Соңғысы Хамбали мазхабының да ғалымдарынан Ибн Қудама рахимахулла: "Ва юстахаббу зияратул қубур лирриджали биғойри хилафин на'ламу". Ерлерге қабірді зиярат ету құптарлық іс, оған қарсы шыққан ешкімді білмейміз дейді. Бұл ғалымдардың сөздерін келтіру арқылы, яғни бұл мәселелердің негізі бар екендігін және әхлі сүннет уал жамаат ғалымдардың бір ауыздан келіскендігін біз көрсетіп жатырмыз бұл жерде. Сондықтан қысқаша айтқан кезде бұл мәселенің жауабы, яғни шариғатымызда қабірді зиярат ету рұқсат, және қабірді зиярат ету деген мақсат өлген адамдарға дұға қылу және ақыретті еске түсіріп ғибрат алу мақсатында болуы керек, және сүннеттің шеңберінен шықпауы қажет. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха ант, астағфирука ва атубу илейк.